Достар, бәріне сәлем, сіздермен бірге Connected командасы және де мен Жемісбек Динас. Біз бүгін Source Қазақстанның қорының қолдауымен ұйымдастырылған цифрлық сауаттылық бойынша балаларға арналған экспресс курсымыздың 5-ші сабағын өтеміз. Бүгінгі сабағымыз цифрлық этикетке арналады. Жалпы цифрлық этикет дегеніміз не? Бұл сандық кеңістіктегі қарым-қатынас ережелері. Өзіңізге және өзгелеріңізге зиян келтірмей сөйлесу. Цифрлық этикет арқылы сіздер аудиторияны тітіркендірмейтіндей және сұхбаттасуға қажетсіз қолайсыздықты тудырмайтындай етіп сөйлесуге көмектеседі. Бұл іскерлік хат алмасуға, мессенджерлердегі балансқа, форумдардағы тәртіпке және әлеуметтік желілердегі корпоративті аккаунттарға қатысты болып келеді. Әлеуметтік желілерде өзіңізді қалай ұстау керек? Бұл ретте біз әскери хат алмасу ережелеріне тоқталайық. Хаттың басында амандасу қажет. Мысалы, сәлеметсіз бе, қайырлы күн, қайырлы кеш деп жазу керек міндетті түрде. Келесіде хаттың соңында өз қолтаңбаңызды қойыңыз. Мысал ретінде шын жүректен Жемісбек Динас деп жазсаңыздар болады, өздеріңіз аты жөндеріңізді. Сондай-ақ орфографиялық және пунктуациялық қателерден аулақ болыңыздар, себебі ол сіздердің сауатсыздықтарыңызды көрсетеді. Жұмыс уақытынан тыс уақытта жұмыс хаттарын жібермеңіздер. Міндетті түрде жұмыс режиміне қараңыздар. Ол адам қай уақытта жұмыс істейтіндігіне мән беріңіздер. Көп орындалатын файлдарды тіркемеңіздер. Әсіресе 1 гигабайтты, 2 гигабайтты үлкен файлдарды тіркеуге мүлдем болмайды. Және жауап беру және барауына жауап беру батырмаларын шатастырып алмаңыздар. Егер де бұл хат бірнеше адамға келетін болса, онда жауап беру батырмасын барауына жауап беру батырмасынан айырып тұру керек. Жауап беру арқылы сіз жай ғана бір адамға хатты жібересіздер. Барауына жауап беру деген таңдасаңыздар, онда бұл хат барлығына келеді. Жұмыс құжаттарын мессенджерлерге жібермеңіздер. Себебі мессенджер ол жеке тұлғалық зат болып табылады. Ал электрондық поштаға жіберетін болсаңыздар, міндетті түрде құжатты шифрлеп жіберген дұрыс. Себебі осылайша алаяқтар ол құжатқа қол жеткізбейді. Хаттарда хабар алманың тақырыбын міндетті түрде көрсетіңіздер. Тема деген жерде тақырыпты көрсеткен жөн. Себебі кейбір компаниялар немесе де мектепте тіпті тақырыбы болмаған хаттарға мән бермейді. Егер де сіз жай ғана хабарламаны жазсаңыздар. Кейбір кезде тақырыптың орнына хабарламаның өзін жазып қояды. Ол дұрыс емес. Тақырыпты жазып, кейін хабарламаға арналған орынға хабарламаның өзін жазған дұрыс. Енді форумдардағы әлеуметтік желілердегі топтардағы топтық қарым-қатынас ережелеріне тоқталайық. Сыпайы болу керек. Міндетті түрде бейтаныс адамдарға сіздеп жүгініңіздер. Себебі ол бейтаныс адам сіздерден үлкен болуы мүмкін, немесе де тіпті кіші де болуы мүмкін. Дегенмен де сіздеп жүгінген ол сыпайылықтың белгісі. Балағат сөздерді қолданбаңыздар және эвфемизмдерді қолданудан аулақ болыңыздар. Адамдарды сұраусыз топтарға қоспаңыздар. Ешқашан олай істемеңіздер, себебі ол адамның рұқсатымен ғана жасалуы тиіс зат. Бос сөз жазбаңыздар, себебі ол басқа біреудің телефонында жады алады, және де ол жеке адамның уақытынан кетіреді. Тек берілген тақырыпта сөйлеңіздер. Спам жасамаңыздар, яғни жарнамалар, хабарламаларды орнатпаңыздар, тақырыпқа тиісті емес заттарды жібермеңіздер. Даулар мен пікірталастарда жеке тұлғалық мәселелерге итермелемеңіздер. Яғни даулар мен пікірталаста сен мынандайсың, сен осындайсың деп жазудың мүлдем керегі жоқ. Себебі осылай сіздер одан сайын мәселені ушықтырасыздар. Жалпы цифрлық этикетті меңгерудің ең оңай жолы ол өзіңізге келесідей сұрақтарды қойып отыру. Мен біреуге қолайсыздық тудырып отырмын ба? Мен біреуді қауіпке ұшыратамын ба? Мен біреудің уақытын, назарын, трафигін, яғни мобильдік деректерін алып отырмын ба деген сұрақтарды қою арқылы сіздер өздеріңізге рефлексия жасайсыздар да осы цифрлық этикетті ұстана аласыздар. Ғаламтордағы алаяқтық пен алдауға тоқталайық. Кейде әлеуметтік желілерде сіздерге хаттар келуі мүмкін. Мен сені білемін, сенің нөмірің мынандай деген секілді. Маған мынанша ақша жібер, немесе сенің банкоматын, яғни карточкан немесе счет дейді ғой, счетын жабылып қалуы мүмкін деген алаяқтық хабарламалар өте көп. Тіпті электрондық поштаға да ондай хабарламалар келіп тұрады. Ондай хабарламаларға көңіл аудармаңыздар. Бірден жойып жіберіңіздер. Және кейде сайттарда Азино 1xbet секілді жарнамалар болады. Ол жарнамаларға мүлдем баспаңыздар, ол парақша бойынша өтпеңіздер. Себебі осылайша сіздер өздеріңіз компьютерлеріңізге
вирус кіргізіп алуыңыз мүмкін. Немесе тіпті өзіңіздің жеке ақпараттарыңызды сол парақшаға жіберулеріңіз мүмкін. Осымен біздің сабағымыз тамам. Сіздерге цифрлық этикет ұғымы түсінікті болды деген ойдамын. Ғаламторды қолдану кезінде міндетті түрде цифрлық этикетті ұстануды ұмытпаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Мен ол сұрақтарға міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі кездескенше.